Баршаңызға сәлем, вупипа пирожныйларын дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, кішкене миксерлеп аламыз. Кейін үстіне қантты біртіндеп сала отыра, қантымыз ерігенге дейін миксерлейміз. Бізде масса осындай 2 есе болып ұлғаяды. Кейін үстіне еріген шоколад пен майды ерітіп, жартылай суығаннан кейін барып құйып миксерлейміз. Үстіне ситудан өткен ұн, какао және разрыхлителді 2-3 бөлікке салып миксерлейміз. Бізде осындай масса шығады. Кейін пергамент қағазына жайып 180 градуста 7-10 минуттай салып пісіріп аламыз. Енді кремді дайындаймыз. Құрғақ, салқын, таза ыдысымызға холодильниктен енді шыққан сливки, творожный сыр және сахарный пудраны салып миксерлейміз. Бізде қою крем шығады осындай. Кейін арнайы қалташаға салып, насатка болса насатка, болмаса қалташаның басын қайшымен қиып, құр өзімен де осындай шариктер жасай берсе болады. Ганашымызды құямыз және қалауымызша әрлейміз. Маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және каналға тіркеліп қойыңыздар.